Достар сәлем, бүгін 23 сәуір Түркия Республикасында мереке күн, ұлттық егемендік және балалар күні. Бұл күннің ерекшелігі әлем тарихында Мұстафа Кемал Ататүрк балаларға мереке арнаған жалғыз көшбасшы екен. Ал халықаралық бәріміз білетін 1 маусым балаларды қорғау күні 1979 жылы ғана жарияланған балаларды қорғау күні деп. Ал Мұстафа Кемал Ататүрк болса, сол 1923 жылы осы күнді Түркия Республикасының егемендігі күнін балалар күнімен қатар болуын қалаған екен. Бұл күннің ерекшелігі барлығы осылай мемлекет тарапынан қойылатын көріністерді, республиканың күш қуатын көрсететін көріністерді тамашалаудан бөлек, тағы бір ерекшелігі бұл жақта балалар Түркия Республикасының президентінің, министрлердің, депутаттар болсын, қалалық, аудандық әкімдердің креслоларына келіп отырып, солар сияқты телефонмен жаңағындай кейбір мәселелерді шешкендей болып, тіпті тарихта кейбір бұйрықтарға қол қойған кезде болған екен. Бұл дәстүр сол Мұстафа Кемал Ататүрктің кезінен сақталған. Міне осы мейрамда Анталия халқы, Анталияның ең үлкен жағажайы Коньялты дейміз, жиналып отыр. Себебі бүгін Анталия халқына мейрамның құрметіне түрік жұлдыздары деген авиациялық акробатикалық топ келеді. NF-5 деген ұшақтар екен. Осындай истребительдердің ұшуына ең қолайлы дизайн екен осы NF-5-тер. Солар Түркия Республикасында жалпы 1987 жылдан бері бар екен. Солар енді Түркия Республикасының қарулы күштерін таныстыру үшін, Түркия әуе күштерінің не істеп жатқанын көрсету үшін, және әрине ең басты мақсат балалар күнінде, егемендік күніне түрік халқының қарулы күштерге деген сенімін нығайту үшін, және жастардың авиацияға деген сүйіспеншілігін арттыру басты мақсаттар деп ойлаймын. Өйткені осы қойылым барысында Мұстафа Кемал Ататүрктің айтқан сөзі бар екен: болашақ көкте, болашақ аспанда деген. Соны көп жиі айтады түрік ағайындар, ұйымдастырушылар. Осының бәрі болашақ жастар үшін, соларды ынталандыру үшін. Сіздер де бірге тамашалаңыздар. Әдемі видео шықты деп ойлаймын. Видео ұнайтынына сенімдімін. Олай болса лайк қойып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Шетел көрудің бір жақсы жағы, адам баласы көп нәрсені үйренеді екен. Мысалы, осы жерде тек көрініс қойып қана қоймай, осы түрік жұлдыздары арнайы өздерінің дүкендері бар екен. Сол жерде брелок, футболкалар, кепкалар сатады осы түрік жұлдыздарының белгісімен. Содан түскен ақшаны шехиттердің отбасыларына аударады екен. Не сондай. Сосын енді не дейміз, мынандай үлкен шараларды, Бұхара халық көп жиналатын шараларды ұйымдастыру деңгейлері енді өте керемет. Табан астында бәрін жасап, керек полиция, күзет бәрі бар. Барлық жаңағы жедел жәрдем арнайы. Жалауларды да бәрін өздері үлестіріп береді. Сөйтіп жиналулары да тез, дым болмағандай бәрін артын тазалап, бәрін тап-таза қылып кетеді. Керемет. Енді митингтары да кейде болады ғой, қоғамдық маңызды мәселелерді митинг өткізеді. Ол кезде де әйтеуір бәрін ұйымдастыру, бәрін жинақы жүреді. Әбден үйреніп алған, сондайларды көріп тәнті болдамыз. Енді сол үшін де осы YouTube каналын ашып, сіздерге көрсетіп жүрмін. Ал бірге тамашалайық. Antalya, bu muhteşem gösteriye hazır mısınız? Ses çok az geldi Antalya. Pilotlarımız sizi duyamadı. O halde size tekrar soruyorum. Türk milletinin gökyüzündeki milli takımı Türk yıldızlarının baş döndüren gösterisine hazır mısınız? O zaman yıldızlarımız tam karşınızdan gelecekler. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin korkusuz askerleri. İşte Türkler geliyor. Karada, denizde de havada. Her zaman ve her yerdeler. Geliyor sınırların ötesine nam salan gökyüzünün akıncıları. Ve işte huzurlarınızda Türk
Türk milletinin gökyüzündeki milli takımı onlar Türk Yıldızları. Bütün bayraklar havada, huzurlarınızda A pasaj düzeninde çelik kanatlı kartallar. Pilotlarımız bu geçişlerini şehit ve gazilerimize ve de tüm silah arkadaşlarımıza adıyorlar. İşte huzurlarınızda Türk milletinin cesur kartalları. Köken ne olursa olsun bu bayrak altında biz bir oldukça, tıpkı gökteki yıldızlar gibi birlik oldukça ilimizi, töremizi kim bozabilir? Yıldızlarımız birlikteliğimize ithafen iğne kol düzenindeler. Kol düzenine geçiyorlar. Bugün göğsümüzde gurur, yüreğimizde sızı, önümüzde yıldız gibi vatan toprağımız var. Ve bu yıldıza karşılık olarak hilal düzeninde gelen Türk Yıldızları. İşte karşınızda Türk bayrağının hilali. Bayraklarımızı kaldırıyoruz. Huzurlarınızda gece değil, gündüz parlayan yıldızlar. Evet, dikkatli izliyoruz. Yerinde Toro. Hazır. Şimdi. Bir kez daha hazır. Şimdi. 5 ve 6 numaralı sololarımız ayrılıyorlar. Sololarımız kesimleriyle sizleri selamladılar. Şu anda 900 kilometre süratin üzerinde bir süratle hızla yaklaşıyorlar. 3 uçak birlikte gökyüzünü delmeye başladılar. 4 kilometre yükseğe çıkacaklar. Şimdi de avlarının peşinden giden kartallar gibi dalışa geçtiler. Bükülmez bilekleri ve çelik yürekleriyle sizleri bir kez daha selamlıyorlar. İkinci keşifler için sağınızdan ve solunuzdan geliyorlar. Herkes hazır. Şimdi. Keşif hazır. Şimdi. Evet, tempomuz daha da artıyor. Şimdi Yıldız Ana paket 3 uçakla tam karşınıza. Kesin için sağ ve sola ayrılacaklar. Ayrıl.
Şimdi. Sıkı bir G manevrası ile dönüşlerini yapıyorlar. 700 kilometre hızla birbirlerini takip ederek sağınızdan ve solunuz. Vatan uğruna can alıp can verenlerin şerefine hazır. Göreceksiniz çocuklar. Gelecekte her şey havadan olacak. Tüm savaşlar, tüm uygarlıklar havadan. Bu nedenle havacılığa çok daha önem vermeliyiz. Al bayrağımızı semaya kazıyorlar. Antalyalılar, uçakların arasındaki mesafeye bir bakar mısınız? İşte Türk askerinin eşsiz cesareti, eşsiz cesareti. Gözümüz göklerde, hazır, şimdi. Bayramı bizlere armağan eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor ve çiziyoruz gökyüzüne. Şehit ve gazilerimiz için, hepimiz için, çocuklarımız için, Antalya için, Türkiye için kocaman kalbimize. Tüm sevgimizle kucaklarmışçasına dönüşlerine devam eden yazı. Evet Antalya, hep birlikte yıldızlarımıza el sallıyoruz. Bayraklarımız havada. Yıldızları olarak bayramımızı kutluyor ve bu gösteriyi sizlere armağan ediyoruz. Yaklaşık 23 Nisan. Beş, altı, bir, duman, dalgalan sende şafaklar gibi ey tatlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan milletimin
Onlar Mustafa Kemal'in askerleri, Türk ordusu!